Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Назира. Бүгін сіздермен өте керемет әрі жұмсақ топ-томпақ болып шығатын пешімізде пісетін пирожкидің рецептімен бөлістім. Сіздерде де дәл осылай топ-томпақ болып шығатын болады. Ал ендеше бисмилля деп бастайық. Ол үшін бізге жылы су, жылы сүт және де бөлме температурасында тұрған сары май, 2 жұмыртқаның ақуызы және дрожж қажет болады. Ең алдымен жылы суымызды және де жылы сүтімізді және оның үстінен 1 шай қасық тұзымызды, 2 шай қасық қантымызды және де жұмыртқамыздың 2 жұмыртқамыздың ақуызын, сары уызын бетіне жаққанға алып қоямыз. Және де бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Оның үстінен 10 граммдай сапалы дрожжымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де менің каналымдағы жаңа оқырман болсаңыз, менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Мен сіздерді өз каналымда күтетін боламын. Қазақша контентті қолдап, осы каналдың алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Және де үстінен електен өткізіп, ұнымызды салып, осылай бірінші шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде сіздерде осылай жасайтын болсаңыздар, қамырларыңыз жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Мен осылай бірінші шанышқының көмегімен, сосын қолымыздың көмегімен жұмсақ етіп қамырымызды илеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дәл осылай жұмсақ болып иленуі қажет. Және де қамырымызды жылы жерге бетін жауып 1 сағатқа ашытуға қойып қоятын боламыз. Ал енді пирожкиміздің ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Мен осылай картопты қолдандым. Сіздер капуста қолданып жасай берсеңіздер де болады. Осылай картопымыз тез пісу үшін майда етіп турап аламыз. Және де оның үстінен 1 шай қасық тұзымызды салып, және де мұздай суымызды құйып, қатты отта қайнатып пісіріп алатын боламыз. Және де салмасына осылай пиязымызды қызартып қуырып салсаңыздар да өте дәмді шығады. Мен осылай бір пиязды ұсақтап турап, қызартып қуырып алатын боламын. Міне біздің картопымыз пісіп шықты. Енді өзінің қайнап шыққан суынан кішкене алып қалатын боламыз. Сол кезде картошкамыз құрғақ болып қалмайтын болады. Осылай міндетті түрде сіздерде осылай жасап көріңіздер. Енді осылай шанышқымыздың көмегімен немесе картоп езгішіміздің көмегімен картоптарымызды езіп аламыз. Езіп алған картоптарымыздың үстінен дәміне қарай қара бұршымызды салып, және де жаңағы қуырып алған пиязымызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Және де үстінен осылай кішкене май қосып жіберсеңіздер де салмамыз сочный әдемі болып шығатын болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және де дәміне қарай тұздарыңызды да салып, барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді қамырымызға кірісетін боламыз. Ол аралықта біздің қамырымызды ашып үлгерді. Енді қамырымызды түсіріп алатын боламыз. Осылай кішкене ұнымызды сеуіп, қамырымызды түсіріп аламыз. Және де қамырларымызды майда етіп бөліктерге бөліп аламыз. Сіздер таразының көмегімен бөліп алсаңыздар да болады. Бөлінген қамырларымызды домалақ етіп барлығын жасап алатын боламыз. Дайын болған қамырларымызды бетіне осылай салафан жауып немесе мата дастархан жауып тындыруға қойып қоятын боламыз 5-6 минутқа. Міне біздің қамырларымыз 5 минутта осылай көтеріліп шығады. Осылай қолымыздың көмегімен жұқа етіп жайып алатын боламыз. Және де ішіне салмасын салып, дәл осы видеодағыдай түйіп аламыз. Барлық қамырларымызды дәл осылай түйіп алатын боламыз. Және де табамыздың астын майлап, барлық пирожкилерімізді орналастырып аламыз. Және де қазақша контентті қолдап, осы каналдың алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қосып, менің каналыма тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Алдағы уақытта сіздермен көптеген дәмді тағамдармен, тәттілердің рецептерімен бөлісетін боламын. Сол үшін менің каналымды жіберіп алмас үшін қасындағы қоңырауша белгісін басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтетін боламын. Не барлық пирожкилерімізді түйіп алдық. Енді жаңағы алып қойған жұмыртқамыздың сары уызын бетіне жағып шығатын боламыз. Және де осылай әсемдік үшін бетіне күнжіт сеуіп ұсынсаңыздар да өте керемет әдемі болып көрінетін болады.
Енді қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пирожкилеріміз пісіп шықты, өте жұмсақ, қып-қызыл, әп-әдемі болып пісіп шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздерде бір жасағаннан дәл осылай жұмсақ, топ-томпақ болып шығатын болады. Және де қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеле кетіңіздер. Мен сіздерді өз каналымда күтетін боламын. Алдағы уақытта көптеген дәмді тағамдармен бөлісіп отыратын боламын. Назар қойып көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен болған Назира.